Мүлдем. Мүлдем. Жігіт достарың жоқ. Таныстарым бар. Достарың? Қатты бір достарым. Араласып, андай жоқ па? Жоқ, араласамыз, бірақ андай бір қатты тесно, бір тет-а-тет жүретіндей досым жоқ менің. Киноға барып дегендей болады ғой кейде? Жоқ, жеке бармаймын. Мүлдем бармайсың. Сен үміткер күтудесің? Иә. Қостанай бағдарламасында мен сүйікті жұптарым, достар бұлар. Бірі, қалайсыздар жалпы? Жақсы, рахмет, қалайсыздар өздеріңіз? Жақсы, Алматыда бүгін күн ыстық. Сіздердің қатарларыңызға Айсұлтан мен енді қосылды еді, олар да дос сіздер сияқты. Сияқты болу қиын ау. Жалпы достық. Неге қиын? Біз просто сана биігінде жолығамыз негізі. Ойба. Патология. Ең биік точкасында. Не деген сөздер? Мен сіздермен бір тикток түсірейінші қазір. Қыз бен жігіттің ортасында достық жоқ деп ойлаймын. Өйткені бір адамның сезімі міндетті түрде ашылып кетеді деп ойлаймын. Сол үшін мен прям қаттасақ, достық дегенге сене бермеймін. Негізі дос болғанда да бір какой-то мерасы болу керек деп ойлаймын. Если қарым-қатынасың болса, қыз бен жігіттің ортасында достық болып, и при этом қыздың мысалы или жігіттің екінші жартысы пайда болса, ол достықты түбегейлі Мысалы, Ернар қайырлы таң. Осылай күнде ұйқым осылай өтіп жатыр. Қазір олжасын шайтаннан беретін жұмысын жүруге. Ұйқым деп отыр. Шынға енді, да? Қандай бақытты жансың дейді, мен сияқты келгеніне. Біз қайда отырмыз? Осы жерден өткен сайын бізге кәдімгідей ыстықтай басылады. Ол біздің өмір бойы жүрегімізде қалып қоятын болды. Біздің ең алғашқы кездесуіміз осы жерде өткен. Ұмытпайтын болдық кәдімгідей. Қазір видео, фотоларды салам именно сол уақыттың. Ең бірінші кездесуіміз қосылайықта бірінші не болды ғой? Эфир. Содан кейін кешке кездестік. Осы жерге кездестік қой. Шай ішіп отырдық. Балдар таса кетіп, махаббат болып. Бүгін бізге свидание. Аяғымда ыстықпарыңызды көрініп тұрмай. Еще аяғым деген ыстықтың қышиды болғанын. Қасыды мұны қайта. Тағатен әшіші. Тән ефектін ішін тағатен. Бүгін уже 4-ші күн лифт жоқ. Мамочки, 6-ші этаж бізде. 35 апта кішкене күтіну керек деп еді. Қайдан туып қоймасақ. Енді қазір бүгін 36 апта болдық. Енді бір апта кішкене өтіп кетсе 37 апта это нормальный срок. Бірақ күтініп жүресің да ертең. 37 аптадан кейін күтінбей нормально жүресің ғой енді. Содан кейін уже 40 аптаға дейін барып қалмасақ. Өз сондай болады ғой. Кеше сол больницада айтқан 35 апта әлі күтініңіз. Көп жүрмеңіз, там жатыңыз. Билемеңіз деген сияқты. Бүгін уже 4-ші күн лифт жоқ.